Әкбілек қыз тұрғын бала. Күндерде күн өткенде, күн мөріне жеткенде, Аққорық буаз болады, туарманға жақындап. Бұл Ноғайлы ханның қыздары Қанекей, Тінекей бөгін, кәпірден қыз алды деп қасты ойлап, Аққорыққа күндес болады. Егерде бала тапса, оған залал келтірмекші болып, Мыстан кемпірге сөйлесіп қояды. Бүгін батырдың әйеліне құтты болсын айтамыз деп, Қырымның 40 батыры келеді. Әлденеше күн қонақ болғаннан кейін, қайтуларына таянғанда 40 батыр былай дейді: бүгін батыр Еділ жайық бойында ит салып құс жүгіртелік, бізбен бірге жүр дейді. Батырлардың көңілдерін қимай, бүгін еріп кетеді. Бұл батырларды сұрасаң, сүйініштің ұлы тоған бар, ал оңайын десең соған бар. Қырымнан шыққан тарғын бар, жау келсе жалғыз өзі бар. Ал сол күндерде қарасаң, басылмай жүрген қарқын бар. Бұл батырдың ішінде кімдер бар да кімдер жоқ. Жаңбыршының ұлы Телағыс, Боқсақтың бойы Бозғамыс, Мұсадан туған 30 ұл, енді Смайыл Тобаяқ, ойлап тұрсаң ода бар. Орақтан қалған қош жетім, Қарасай Қази бұда бар. Байбөрі бай баласы, Алпамыс батыр тағы бар. Алпамыспенен дос болған нәсілі кәпір демесең, Қаражан батыр бұда бар. Осы сөзге құлақ сал, құлағың салда есің ал. Есің алсаң несі бар? Бұл кісінің ішінде Шынтемірұлы Әділхан, астына мінген саралат, қолтығында қос қанат, еңіреп жүрген ереді. Айыбы жалғыз демесең, сымбаты сұлу түреді. Әділхан түрі бұда бар. Бұл уақытта батырлар жүрмекші болып, бөгенді әртіп, 41 батыр Еділ жайыққа келеді. 41 батырдың иті қаңқылдап, құстары саңқылдап мәз. Бөген кетерінде еліне әйелім бала тапса, сүйінші сұрап, ақ жайыққа келерсің деп тапсырат. Батыр мәз-мәйрам болып жүре береді. Бөген кеткен соң көп кешікпей, Аққорық толғатып бір ұл, бір қыз табады. Ұлының атын Тұрғын, қызының атын Ақбілек қояды. Мұны Қанекей, Тінекей естіп, Аққорыққа ағайудың мұрын терісін искетіп, талдырып тастап, екі баланың орнына екі иттің күшігін салып, Мыстан кемпірді шақырып алып, екі баланың екеуінде жоқ ет деп, екі қоржын бас ділдә береді. Бұл сөзді кемпір естіген соң, қолына темір таяқ алып, аяғына темір етік киіп, екі баланы арқалап жүріп кете береді. Темір таяқтан тебендей, темір етіктен теңгедей қалғанда, екі баланы Бетпақтың шөліндегі, жолаушының жолындағы 80 күндік шөлде жатқан 40 құлаш шыңырауға салып, кемпір кейін қайтты. Бұл уақытта қатының күшік тапты деп айта алмай, қалай естіртудің абалын таба алмай, Ноғайлы ру сеңдей соғылады. Әйтсе де көп уақыт өтпей-ақ, бір адам бөген батырға хабар салуға барады. Бұл уақытта батыр елден хабар болмады деп асып-сасып, құс салып, ит жүгіртуге көңілінің қошы келмей жүрген кез еді. Сол кезде ауылдан хабарға барған кісіге жолықты. Бөген батыр амандасып, болуға шыдамай, аман ба деп сұрады. Хабаршының сөзі: елдің амандығы құрысын, кешегі бір күндегі бақтың асқан кезінде бірнеше жыл жол жүріп, көріп алған көріктің, сүйіп алған тектің, соғысып алған Аққорығың 9 ай 9 күн болғанда қос қара мойнақ күшік тапты деп хабар берді. Бұл уақытта батыры не боларын білмей, қасында жүрген 40 батырды шақырды. Бұлар келген соң: әй жігіттер, кешегі Аққорық қос қара мойнақ ит тауыпты, соны дарғасып, е болмаса Құласу деген дариядағы аралға апарып, екі күшігімен тастаңыз деп бұйрық береді. Батыр айтқан соң амал бар ма? 40 батыр Аққорықты тауып алып, дарғасуға қимай, Құласудағы аралға екі күшігімен әкеліп тастап кері қайтты. Ендігі хабар бұдан 3 күн бұрын Мыстан кемпірдің шыңырауға келіп тастаған екі баланың жайынан. Жиренкөл мен 40 құлаш шыңыраудың екі арасы 80 күндік жер екен, бірақ бұл шыңырау болса керек. Кемпір тастағаннан кейін 3 күннен соң 40 нарға жүк артқан керуендер 10 күн шөлде жүріп шыңырауға келіп қонды. Шөлдеп келгендер жүгін түсірмей жатып шыңырауға қауға салады. Бұл салған қауғаны екі бала жұлып алып қала береді. Сонымен 40 қауғасын салса да керуендер су алып шалмай шөлде өлер болады. Көп керуеннің ішіндегі бір молдасы келіп,
Meni құдыққа сал, болса да шөлдеп өлетін болдық қой деп беліне арқан байлатып құдыққа түсті. Бұл уақытта құдықтың түбіне жақындағанда қауғаның үстінде томпиып отырған екі баланы көрді. Молданы бала көре салып, басын жұлып алайын деп тұра ұмтылып еді. Қасындағы қарындасы адам екенін біліп жібермеді. Екі баланың сөзі: Құдай еді панамыз, Шыңырау еді анамыз. Шыңыраудан туған баламыз, Құдайдан бөтен пана жоқ, Шыңыраудан бөтен ана жоқ. Құлақтан бөтен қара жоқ, Тәңір салса шара жоқ. Олай болса, ей аға, су алам деп ойлама деп су бермейді. Су керек болса бізді жарық дүниеге шығарып, түрлі олжа бер дейді. Молда олжамен жарық дүниеге шығарам деп уәдесін береді. Молда арқанды сілкіп, екі баланы құшақтастырып, қауғаны жинап далаға шығады. Балаларға көйлек дамбал беріп, қалашылар әбден тынығып алып, 2 күннен кейін көше бастайды. Бала еріп кетеді. Балаға берем деген сыйлығын 3 күнге шейін бермей әуретеді. Бұл уақытта бала сыйлық бермейтін біліп ашуланады. Кірешілер неге ашуланасың деп ұра бастайды. Тегі батырдың тұқымы болғандықтан тұрғын бала қорлыққа шыдамай, қалашылардың қолындағы 40 нарын 80 тай жүгін тартып алып, саудагерлерді қаңғыртып қалдырады. 40 нар 80 тай жүкпен Шыңыраудың басында қалған қарындасы Ақбілекке келеді. Келгеннен соң жүкті ақтарып киініп алады. Қабырғадан жақ, жыңғылдан шыңғақ оқ жасап, құлан-бұлан атып күн көріп жата береді. Баяғы бөгөн батыр қайғыланып, қатыны күшік тапқан соң жұрт бетін көре алмай үйде жата береді екен. Бөгөннің қайғыланғанын біліп, өзінің жолдастары 40 батыр қайта келіп сәлемдесіп, жайық бойына ит салып құс жүгіртуге ертіп кетеді. Еділ жайыққа қарай 40 көкжал кілең батырлар келе жатқан. 40 көкжал бірігіп, көрінгенге ұрынып, ауыздары бірігіп, Еділге қарай жүреді. Еділ суының бойындағы жер бетіндегі қалың тоғайлықтың шөбіндей болып суға қонған аққуғаз үйрек тағы құстарға 41 көк түйғындарын ұшырып береді. Бұл уақытқа шейін бөгөн батырдың сарала түйғыны өмірде қашпаған еді. Бұл қысқа солған уақытта жер бауырлап қаша бастайды. Сол қашқан сарала түйғын қашумен келіп, екі бала мекен еткен 40 Шыңыраудың қасына келіп, қалашының жұртына қонады. Түйғынның қонғанын біліп, Ақбілек сұлу түйғынның шұбатылған жібек бауынан ұстап қолына қондырады. Түйғынның қашқан ізімен көп уақыттан кейін бөгөн келеді. Келе жатқан бөгөнді көріп, жақындағанда Ақбілек сұлу қол қусырып сәлем береді. Бала көрмеген сорлы бой елжіреп кетіп, сәлемін қабыл алады. Екеуі амандасып болғаннан кейін, түйғынымды бер деп бөгөн батыр қыздан сұрайды. Қыздың сөзі: Ата, ағайынды кеуедік, өзімнен үлкен ағам бар еді. Соған түйғыныңды бер, ағам ермек етсін дейді. Құдай еді панамыз, Шыңыраудан туған баламыз. Құла жонында өсібек, айналайын жаната, түйғыныңды беріңіз. Қасымдағы ағамның астында ата, қолында құсы жоқ. Ермек етсін жанаға. Сен бермесең, жаната, кімдерге барып айтамыз, кімдерді іздеп табамыз. Жалғыз еді ағекем, түйғыныңды беріп кет, ермек етсін жан көкем. Ағаммен дос болыңыз, мен үшін аттан түсіңіз. Жаманды жақсы тамақ бар, аттан түсіп жаната, бізден тамақ ішіңіз. Ағам аңға кетіп ет, жан көкемді көріңіз, бізбенен дос болыңыз, түйғыныңызды беріңіз дейді. Бөгөннің сөзі: Маңдайдағы екі көз бір-біріне елемес. Мені сыйлап ата десеңіз, атаңды әуре мазақ етпеңіз. Мазақ етуіңді жан балам, екі дүниеде жөн көрмін. Жөн болмаса жан балам, түйғынымды беріңіз деп бөгөн батыр түйғынына қолын ұсынады. Сөйтіп, түйғынын алып бөгөн батыр еліне қайтып келе жатады. Сарала түйғынды қамшы етіп, шұбар атты гулетіп, екі иығынан дем алып, шаңдатып жер танабын жан жағына алаңдап, бөгөн сынды сұрперен еліне келген секілді, еңсесі биік ақ орда еңкейіп барып кіреді. Түсе бара құлады, құр даладағы баланы көрген соң зарланып, Құдайым Шыңырауға бала беріпті, маған неге бермейді деп жылайды. Түйғыны қашқан соң бөгөн батыр соны қуып кетіп еді деп 40 батыр Еділ бойына тағы ертіп кетпекші болып тағы келеді. Бұл сапар батыр қан жұтып өте жүдеу болғандықтан 40 батырдан рұқсат сұрап бармай қалады. Сол қалғаннан бөгөн ішкені ас, кигені киім болмай жата береді. Қанекей мен Тінекей кемпірге айтады: Біз бір хабар естідік, бір-екі бала Шыңырау еді анамыз деп зарлап жүр дейді.
Олай болса сол баланы қайда тастадыңыз? Болса жоқ етіңіз. 6 қоржын бас ділда береміз дейді. Бұл хабарды естіген кемпір уарып, екі етегін түрініп, емпен қағып жүре береді. Бірнеше күн жүргеннен кейін өзінің тастаған шыңырауына жақындай келіп байқаса бұрынғыдай емес үй, жайылып жүрген малды көреді. Бір сұмдықтың болғанын біліп кемпір қайыршы болып тігулі тұрған үйге келеді. Кіріп келсе, ай десе аузы бар, күн десе көзі бар жас қыз бала отыр екен. Соны көреді. Қыз кемпірді көріп сәлем береді. Сәлем беріп болған соң, «Неғып қайдан жүрген адамсы?» деп қыз сұрайды. Кемпір, «Үй жоқ, күй жоқ, бала бай жоқ. Елімнен адасып жүрмін, қайыршы кемпір едім» дейді. Қайыршы едім деген соң, үйінде тұрған құланның бір санын беріп тойғызады. Кетейін деп жатқанда кемпір айтты, «Ағаңнан да қайыр сұраймын, келетін жолы қайсы?» дейді. Қыз, «Келетін жолы күншығыс, кететін жолы күнбатыс» деп ағасының жолын көрсетті. Кемпір баланың келетін жолына қарай жүріп келе жатқанда баланы көрді де, жолдың оң есігіне қисайып құлай кетті. Тұрғын Батыр кемпірмен ісі болмай, 10 құланы қолында, 10 құланы арқасында өте шықты. Үйге келгесін қарындасы айтты, «Алдыңыздан қайыр сұраған кемпір жолықты ма? Жолықса не бердіңіз?» деді. «Әй қарағым, неге жібердің? Шешетіп алатын едік» деп кемпірдің жатқан жеріне қарай жүгіріп барып кемпірді су бүркіп тірілтіп алып үйіне алып келді. Мыстан кемпір әбден үйреніп алған соң қызға айтты мынаны: «Қыпшақтың тауында Тепел тас деген қалмақ патшасының қызы бар, соны әкелсін, ағаң айт, маған келін керек, саған жеңге керек» дейді. Бұл сөзді Ақбілек қабыл етіп, ағасына әлденеше рет жылап, тәпел тесті іздетіп жібереді. Ағасы жаяу іздеп кетеді. Қара жолмен келе жатса, жол 3 айырылады. Жолдың әрқайсында жазуы бар екен: «Елек ағымы, аягөз, тәпелтес» деген. 3-ші жолға түсіп келе жатқанда, әбден шаршап, әлі құрып пана таба алмай келе жатқанда, алдынан шыққан түтінді көреді. Жақындап келіп қараса, ақ отау тігулі тұр екен. Сәлем беріп кіріп келсе, бір кемпір отыр. Шөлдеген бала келе сала, кемпірдің екі емшегіне ауыз салды. Әбден сусынын қандырып еміп болған соң баладан кемпір сұрады: «Неғып жүрген адамсың?» «Тәпелтес деген қалмақ қызын іздеп алмаққа келемін» дейді. Кемпір айтады: «Менің емшегімнің имегеніне 40 жыл еді, саған иді, тәпелтес менің қызым еді» деп. Сол жерде кемпір 30 күн ойын, 40 күн тойын істеп, Тұрғын Батырға қызым берді. 3 күн жолда жүрген соң тәпелтес Тұрғынға айтты: «Сен шешеме барып сәлем беріп кет. 1-2 рет бұйымым бар» деп айтты. 3-ші ретте қолыңыздағы жай тасыңызды бер деп сұра деді. Тұрғын Батыр тәпелтестің айтқан істеп шешесіне сәлем беріп кетерде, 1-2 бұйымым бар еді деп. 3-ші ретте жай тасыңызды бер деп сұрады. Кемпір беріп қала берді. Тасты қолына ұстап 2 күн жүріп шыңырауға келіп жетті. 12 ай өткесін баяғы мыстан кемпір қызға айтты: «Тұрғынды жұмсап, елек ақ судан су алдыр, ішсең өте жақсы болады» деп алдайды. Ақбілек жылап қоймай ағасын суға жұмсады. Тұрғынның қайыннан мініп келген қарашолақ тұлпарын мінгізіп, қолына қарашолақ қылыш беріп, аттандырып жібереді. Тұрғын Батыр баяғы қара жолға түсіп, елекке қарай жүретін айрығына қарай келе жатса, алдынан аспанмен тірескен бәйтеректі көрді. Қасына келіп атын байлап демалып отырғанда, терек басындағы 3 балапанды көріп қарап тұрса, теректің ар жағында 10 шақырымдық жерде 2 жылан таласып жүр екен. Көре салды атын терекке байлауымен қалдырып, өзі қылышын қолына алып, 2 жыланды өлтіріп, атына келіп, атын отқа қоя беріп, қайтадан демалып отыра кетеді. Көзі ілініп кетіп, ұйықтап қалды. Батыр Тұрғын ұйықтап жатқанда, жаңбырлатып шықтатып, тауға бақтай домалап, тас бұршақтай жапалап, алыстан жерді қуырып самұрық құс келеді. Келе салып самұрық баланы жұтпақ болады. 3 бірдей балапан: «Айналайын анеке, ойбай жұтпа» деп баланы алқымынан алады. «Олай болса балам» деп баланы саңқып тастайды. Содан кейін самұрық: «Неге жұтпа деп айттыңдар?» деп сұрайды. «Өлтірме деп айтқанымыз, бұл адам біздің дұшпанымыз, 2 айда харды өлтіріп» дейді. «Сондықтан өлтірме деп айтқанымыз» дейді. «Заты хайуан ғой. Солай болса да адам қадірін біліп, өзінше сыйлық көрсетті». Сонымен Тұрғын демалып, елек суға қарай жол шекті. Бірнеше күн жол жүргеннен кейін елек жақындады. Айналасы қалың қамыстың елекен, бұдан қалай су алуын білмей айналып жүріп, електің жұқалау жеріне келіп су үшін ойран салады.
Суда тұрғын алады, қалмақтар қарсы тұрады, қарсы тұрған қалмаққа тұрғын ұрыс салады. Әбден қызып алған соң шуылдаған қалмақтың оң келгенін оң атты, сол келгенін сол атты, тіпті жауға болмады, 10 күндей соғыс болады. Сол құлдаған мұрзасын табанға салып жүн қылды, қақпаның аузын қандатып, шарбақтың аузын шаңдатып, 1 ай жарым болғанда ұрысқа шыққан қалмақты тегіс бәрін қырады. Қырылғаны қырылып, алғаны қашып кетеді. Қалмақты қырып болғасын, Тұрғын Батыр еліне қайтады. Бұл суын алып қайтып келе жатып, самұрықтың балапаны қалған терекке соғады. Сол жерде 3 күн 3 түн дем алып жатады. Бұл теректе дем алып жатқаннан кейін самұрық құс айтады: «Ей, достым Тұрғын, жақсының жауы жаманды, жақыннан жау шықса, аударып кетер табанды. Абайлашы, аңдашы, аударып кетіп қалмасын. Үйіңде бар бір дұшпан, өлімге сені айдаған, өлімге басың байлаған, табанына дұшпанның қапылыста түспегін. Осы сапар барыңыз, мәні жайын байқаңыз, қиын қыстау істесіп, қинала қойсаң жан достым, өзіме қайтып келіңіз». Содан кейін үйіне қайтуға ойланып, қыс болса да амандасып болып, Тұрғын Батыр атына мініп еліне қайтпақ болды. Жолда неше күн жүріп, үйіне аман есен Шыңыраудағы Ақбілек қарындасына, тәпелтес әйеліне келеді. Атты бірі естіліп, жүгіре үйден шығады. Қарындасы Ақбілек оймақтай аузы біріліп, аш белінен бұралып: «Айналайын ағажан, аман есен келгенің, тілекті Құдай бергені». Сылқылдаған Ақбілек ағасының атын жетелеп, үйге әкеп түсірді. Ағасының әлденеше уақыт жүріп әкелген ақ суын ішіп қарап, судың асыл екеніне таң қалды. Сөйтіп отырып, әуелгі тәпелтестен әкелген ақ тасына бір күп қарап балашып еді. Ағасымен екеуі жас кезінен шешесінен айырылған жалмауыз кемпірдің екеуін 40 құлаш Шыңырауға салғанын, одан 2 баланың шығып күн көргенін, екінші рет жалмауыз кемпір Шыңырауға келіп, Тұрғын ағасын келмеске айдауын, екеуін тапқан бойда 2 иттің күшігін тапты деп әкесі бөген әйелі Аққорықты дарияға жібергенін және өздерінің қаңғырып жүргенін білді. Мұны ағасына айтып түсіндіргеннен кейін кемпір мұны сезіп қалып, әккі болған қубас кемпір қашады. Тұрғын қашқан кемпірді ұстап алып байлап қояды. Одан кейін тамақ ішіп алып, ақ отауын жығып, өздерінің туған жері Жиренкөлге көшіп, көштің ортасына кемпірді байлайды. Өзінің туған жеріне неше күн жол жүріп келіп жеткен секілді. Жолда көшіп келе жатқанда көштен озып, Тұрғын Батыр қайғыланып жатқан әкесі бөгенге келіп, ақ ордаға түсіп атын байлап, іркілмей әкесінің үйінің есігін бағып қарауылда тұрған 40 жігітке қарамай, өлтіреміз деген сөздеріне құлақ аспай кіріп келді. Үйге кіріп, жүресіне қарап отыра қалады. Бөген үйге келген дыбыстан адам екенін біліп, бір көзін ашып қараса, жас қана бала екен. Бөгеннің жүрегі тұла бойы елжіреп кетіп, көзінен жас төге бастайды. Көзінен төгілген жасымен қасқа болған бала көрмеген бөген: «Қайдан нағып жүргенсің?» деп сұрайды. Тұрғын: «Ай баба, басыңды көтер, біз де Ноғайлының баласымыз» деп жауап береді. Бөген: «Қай Ноғайыл дедің?» Тұрғын: «Үлкен атамыз Ноғайлының ішіндегі атақты Жанай қарт екен, соның баласы Бөген, шешеміз Аққорық» деп жауап берді. «Қазір шешеміз қайда, соны тауып бер» деді. Бөген: «Не деп отырсыз?» деп басын көтеріп алды. «Ай қарағым, қайдан жүрсің, қандай адамсың, жөніңді дұрыстап айт» деді. Тұрғын: «Несін айтайын, мына суды алып осы тасқа қойып, қарап біліңіз, мені көп сөйлетпе» дейді. Жай тасты бөгенге ұстатып, жайына отыра береді. Есік алдындағы 40 жендет Батырдың үйіне өмірде рұқсатсыз ат байланбаған, бетімен ат байлаған кім деп аттарын ойнатып жетіп келеді. Оған Тұрғын еш нәрсе деп қысылмай, қасқайып отыра береді. Әкесі тасқа қарап далаға жүгіре шығып, 40 жендетке: «Дариядағы Аққорықта кел» дейді. Батыр айтқан соң амал жоқ, бұрынғыдай заман жоқ. 40 жендет шабуылдап, бұрынғы белгілі дариядан артық туған сұлуды сүйіп алған Батырдың Аққорық жарын ұзамай алып келеді. 2 күшік ит болып өскен екен, оларды қоса келеді. Аққорық келгеннен кейін мына жағынан Тұрғын
қарындасы Ақбілек әйелі тәпелтес. Үлкен көш керуеннен олар да келеді. Бөген баласы әйелі келгеннен соң көңіл тасып, бүкіл ноғайлы еліндегі халықты шақырып, сансыз мал сойып, 30 үй тігіп, 30 күн ойын, 40 күн тойын қылып, алтын қабақты аттырып, ноғайды елін қызыққа баттырады. Мыстан кемпірді халық алдында дарғасып өлтіреді. Оған қосылып, дұшпандық қылған ханның қызы Қанекей мен Тінікейдің жұрт алдында бетіне күйе жағылып, айыптары әшкереленеді. Бұның үстіне өзінің жолдастары Қырымның атақты 40 батырын қонақ етіп, 3 айдың жүзі болғанда тойының аяғы тарқап бітеді. Бөген баласы табылғаннан кейін көңілі тасып, әлденеше жыл қайғылы жүргенін ұмытып, тұрғынға үй тігіп, еншісін беріп, дүниеден армансыз болып өтеді.